Төрешілердің қабылдайтын шешімдері футболда өте маңызды рөл атқарады. Ешқандай даусыз әділетті таза футболдың болғаны жанкүйерлер үшін қандай жақсы. Барлығы ережеге сай таза өткен болса, сүйікті команда мейлі қандай есеппен жеңілсе де бәрібір. Ал кей жағдайларда өкінішке орай төреші жасаған өрескел қателіктер салдарынан командаға үлкен зардап тиіп жатады. Футболда бір ғана қате қабылданған шешім барлығын құртып жіберуі әбден мүмкін. Осыдан бірнеше апта бұрын біз төрешілерден таза соғылған голды есептемей қойған жағдайларын айтқан болатынбыз. Ал бүгінгі шығарылымда керісінше заңсыз соғылған әділетсіз голдар топтамасын сіздердің назарларыңызға ұсынамыз. Видео басталмас бұрын қазақ тіліндегі футбол арнамызды қолдап тіркеліп, еңбегімізді бағалап, видеоға лайк басуларыңызды сұраймын. Ендеше бастайық. Рамос 2016 жылғы Чемпиондар лигасының финалында Мадридтік дерби орын алып, Реал мен Атлетико командалары күш сынасты. Бұл кездесудің 15 минутында жанкүйерлер әлі күнге дейін әділетсіздікпен еске алатын даулы эпизод орын алды. Атлетико ойыншылары ойын ережесін бұзып, Реал айып соққысын орындауға мүмкіндік алады. Тони Кросс әуелеткен доп Гарет Бейлдің басына тиіп барып, содан соң Серхио Рамос қарсылас қақпасына оп-оңай гол соққан болатын. Бір қарағанда барлығы дұрыс секілді. Алайда қайталауда испанда қорғаушының ап-анық офсайдта болғандығы белгілі болды. Офсайдқа жауапты лайнсмен төрешілер өрескел қателікке жол беріп, осылайша Рамостың офсайдта соққан голы есепке алынды. Ойынның өзіне келер болсақ, матч 1-1 есебімен тең аяқталып, пенальти сериясында Реал 5-3 есебімен басым түсіп, чемпион атанды. Неймар 2017 жылдың наурызында Чемпиондар лигасының 8-1 финалдық кезеңінде Барселона өз алаңында PSG-мен жолығып, футбол тарихындағы ең дауға толы матчтардың бірі өткен болатын. 90 минуттан тұратын жалғыз бір ғана осы матчта қаншама күмәнді нәрселер орын алды. Бұл даулы жанжалға толы матчтың басты кейіпкері әрине немістік төреші Денис Айтекин болды. Бұлай дейтін себебіміз, бұл атышулы арбитр толық ойын бойы қаншама өрескел қателіктерге жол берді. Соның бірі кездесудің 89 минутында орын алды. Каталондық ұжым камбек жасауға ұмтылып, ойынның соңғы минуттарына дейін тоқтаусыз шабуылдады. Алаң ортасынан келген допты Луис Суарес өз ыңғайына келтіре алмайтынын түсініп, актерлік шеберлігін іске қосуды жөн санады. PSG қорғаушысы тарапынан уругвайлық шабуылшыға қарсы ешқандай да ереже бұзушылық болмаған еді негізі. Қысқада нұсқа айтқанда Суарес фол болған тәрізді етіп өтірік құлай салды. Төреші беті бүлк етпестен пенальти белгілеп, Неймар 11 метрлік нүктеден мүлт кетпеді. Осылайша PSG қақпасына заңсыз гол соғылды. Неге заңсыз гол дейсіздер ғой? Өйткені негізінен бұл жерде ешқандай да пенальти болмаған еді. Қадірменді көрермендер, бірнеше секундтық уақыттарыңызды бөлуге тура келіп тұр. Өкініштісі көрермендеріміздің көбісі видеоларымызды қарап, жай ғана өтіп кете салады. Статистикаға сәйкес, әлі де бақандай 90% көрермендеріміз видеоларымызды тіркелмей көреді екен. Сол себепті егер әлі тіркелмеген болсаңыздар, арнамызға жазуларыңызды сұраймын. Бұл сіздер үшін бірнеше секундтық оп-оңай шаруа, ал біз үшін бұл сіздерден үлкен қолдау. Әрбір видеоға басқан лайктарыңыз бен тіркелулеріңіз өте маңызды. Олай болса көп созбай жалғастырайын. 2013 жылы Чемпиондар лигасының ширек финалында Дортмундтық Боруссия өз алаңында испаниялық Малагамен жолықты. Бұл ойын соңғы минуттарға дейін нағыз тартысқа әрі драмаға толы болып, нәтижесінде неміс ұжымы келесі кезеңге жолдама алған еді. Алайда айта кетерлігі, бұл шиеленіске толы матчта даулы жағдай орын алып, төреші бір емес бірнеше өрескел қателіктерге жол берді.
Біздің бүгінгі видеомыздағы тақырыпқа сәйкес кездесудің 82 минутында Иско бастаған команда шабуылға шығып, Элизео гол соғып, Малаганы алға шығарады. Негізінен бұл эпизодта испандық клубтың ойыншысы таза офсайдта болған еді. Алайда шотландиялық төреші Крейг Томпсон бұл голды есепке алды. Ал енді Дортмундтық команданы жеңісті жұлып алып соққан аса маңызды үшінші голына тоқталайық. Матчтың 92 минутында алаң қожайындары жанталаса шабуылдап, Филиппе Сантана шешуші голды соғып, өз командасына жеңіс сыйлады. Алайда қайталауларда дәл осы соғылған голда Роберт Левандовски пас асырған сәтте Боруссияның 1 емес, 2 емес, 4 бірдей ойыншысының офсайдта қалып қойғандығы анық байқалды. Осылайша төреші бұл ойында заңсыз соғылған 1 емес, 2 бірдей голды есепке алып, бір сөзбен айтқанда таза өз білгенін жасады. Өткен видеода жасырылған футболшыны мына көрермендеріміз дұрыс тапқан екен. Мансабындағы өнер көрсеткен командалары арқылы жасыратын келесі футболшымыз назарларыңызда. Алғаш дұрыс тапқандарды келесі шығарылымда көрсетіп жариялайтын боламыз. Мхитарян. 2016 жылы ағылшын премьер-лигасы қарсаңында Манчестер Юнайтед өз алаңында Сандерленд-пен жолықты. Поль Погба, Златан Ибрагимович, сондай-ақ Генрих Мхитарян бастаған қызыл сойқандық ұжым бұл матчта өз қарсыластарын қиындықсыз 3-1 есебімен тізе бүктірген еді. Матчтың 86 минутында алаң қожайындары шабуыл ұйымдастырып, Златан Ибрагимович әуелеті басырған допқа Генрих Мхитарян қорғаушылар арасынан саталып шығып, өкшесімен соққы бағыттап, керемет голдың авторы атанды. Негізінен бұл жағдайда армениялық жартылай қорғаушы офсайдта қалған болатын. Алайда төрешілер өте әдемі соғылған бұл голды есепке алмаудан ұялды ма? Белгісіз. Әйтеуір сонда да Мхитарян соққан бұл заңсыз гол есепке алынды. Роналду. 2017 жылы Чемпиондар лигасының ширек финал аясында Реал өз алаңда Бавариямен жолыққан болатын. Ойынның негізгі 90 минутында келесі кезеңге кімнің өтетіні анықталмай қойып, матч қосымша экстра таймдарға дейін созылды. Португалдық шабуылшы Криштиану Роналду бұл атышулы ойында 3 гол соғып хет-трик жасады. Алайда оны соққан 1 емес, баққандай 2 голы футбол заңына сай емес болды. Кездесудің 105 минутында Серхио Рамостың асырған добан Роналду кеудесімен тосып алып, Нойер қорғаған қақпанына дәл көздеп, таразы басын теңестіреді. Бұл эпизодта Криштиану 100% офсайд позициясында болғантын, дегенмен бұл соғылған гол есепке алынды. Бұнымен ғана шектелмей венгриялық төреші Виктор Кашай бастаған төрешілер бригадасы қайтадан өрескел қателікке жол берді. Матчтың 190 минутында Марсело Роналдуға пас асырып, португалдық жұлдыз бос қақпаға гол соғып, командасын алға шығарды. Қайталауға үңілсек, бұл жолы да Криштианудың 100% офсайдта болғанын бірден байқауға болады. Жарайды мейлі, адам болған соң қателесесің ғой, төрешілерге де бір жағынан түсіністікпен қарауға болады. Оған қоса ол кезде 2017 жылдары VAR құрылғысы футболда әлі болмаған еді. Алайда Чемпиондар лигасының осыншалықты өте маңызды жауапты матчында 1 емес, 2 бірдей өрескел қателік жасау деген шынымен де өте ұятты масқара жағдай. Марадона. Сонымен біздің бүгінгі топтамамыздың бірінші орнына әрине атаңызға айналған Диего Марадонаның қолмен соққан атышулы голы жайғасады. Бұл оқиға соны өткен ғасырда орын алған болатын. 1986 жылғы әлем чемпионатының 4-1 финалдық кезеңінде Англия мен Аргентина құрамалары күш сынасты. Кездесудің 51 минутында әріптесі әуелеткен допқа ұмтылған қарға бойлы Марадона қанша секірсе де баспен ұруға бойы жетпейтінін түсініп, қойтырқы әрекетке барып допты қолмен ұрып жіберіп, қарсылас қақпасына гол соғады. Төреші бұл эпизодты байқамай қалып, заңсыз соғылған голды есепке алады. Дәл осы айлакерлікпен соғылған бұл гол күні бүгінге дейін миллиондаған жанкүйерлердің есінде қалды. Кейін матчтың 55 минутында Марадона қарсылас ойыншыларының тең жартысын алма кезек алдап өтіп, таңғажайып голдың авторы атанды.
Дәл осы керемет голмен ол өзінің қолмен соққан заңсыз голын жанкүйерлердің алдында жоп шайғандай болды. Осымен бүгінгі шығарылымымыз өз соңына келіп жетті. Егер ұнаған болса лайктарыңызды басуды, сондай-ақ арнаға жазуды ұмытпаңыздар. Бізде басқа да өте қызықты видеолар жетерлік, көруге кеңес береміз. Келесі кездескенше аман болайық.